Зімбір ащы дәмі бар бактерияға қарсы қасиетімен танымал өсімдік. Бүгін оның пайдасы қандай және оны қалай қолданған дұрыс екенін айтамын. Сонымен не дейді? Бірге тамашалайық. Зімбір өнімінің отаны Оңтүстік Азия. Көп жылдық жасыл өсімдіктің емдік қасиеттерін адамдар 5000 жыл бойы қолданып келеді. Санскрит тілінен аударғанда зімбір мүйізді тамыр деген мағынаға ие. Арабтар оны афродизиак деп атап, құмарлық отын жағу құралы ретінде санаған. Ал Қытай елінде пайдалы өсімдіктің атауы ер азаматтылық дегенді білдіреді екен. Еуропада бұл ерекше өсімдік алтынның құнымен бағаланған. Орта ғасырдан бері оба сияқты қауіпті ауруды алдын алады деп есептеген. Қазіргі таңда зімбір Үндістан, Қытай және Австралия елдерінде өсіріледі. Жабайы табиғатта зімбір өсімдігі кездеспейді. Өсімдіктің тамырын шикі күйінде шайнауға да, сусындарға қосып ішуге де, сонымен қатар тағамға дәмдеуіштер ретінде пайдалануға да болады. 1-2 грамм құрғақ зімбір ұнтағының күнделікті дозасы өсімдіктің 10 граммына тең екенін есте ұстаған жөн. Зімбірдің негізгі ингредиенті гингеролдың қабынуға қарсы әсері бар. Оның құрамындағы заттар тәбетті ашып, қан айналымын реттейді. Сондай-ақ магний, темір, кальций, калий, натрий, фосфор және С витаминіне бай. Назар аударыңыз, өсімдіктегі гингеролдар асқазан мен ішектің шырышты қабығын тітіркендіреді. Сондықтан ішектің жаралары, колит, асқазан ішек жолдарының басқа аурулары бар адамдарға зімбір қолдануға болмайды. Зімбір иммунитетті көтереді. Зімбір бактерия, вирус пен қатерлі ісікке қарсы тұра алады. Сондықтан зімбір шайын дайындап немесе зімбір мен эфир майын қосып ингаляция жасау арқылы тұмаудан тез сауығуға болады. Тағы бір рецепт: зімбірді майдалап, үккіштен өткізіп, бал, 1 шай қасық куркума қосып, шай демдеп ішуге болады. Зімбір ауырсынуды басады. Қабынуға қарсы қасиеттеріне байланысты зімбірдің ауырсынуды басатыны ғылыми зерттеулерде анықталыпты. Бұлшық еттердегі ауруды басып, менструалды цикл кезінде, сонымен қатар артритте де көмектеседі екен. Ол үшін зімбір тамырын, 2 лимонның шырынын, 1 шай қасық куркума мен 1 шай қасық балды араластырып, үлкен шыныға салыңыз. Барлық ингредиенттердің үстіне қайнаған су құйып 10-20 минутқа қалдыру қажет. Артынша сусынды осы қалыпта қолдана беруге, не болмаса үстіне су құйып ішуге болады. Зімбір ми жұмысын жақсартады, қартаюды бәсеңдетеді, ми жасушаларының өлуін алдын алады, Альцгеймер мен Паркинсон ауруларына шалдығу мүмкіндігін азайтады. Әдетте жақсы нәтижеге жету үшін 1,5 грамм зімбірдің өзі жеткілікті. Бұл жүрек айнуын басады, асқазан проблемаларынан, әсіресе жүкті әйелдерге және химиотерапия курсынан өткен науқастарға пайдалы болмақ. Зімбір шайы немесе жаңа сығылған зімбір шырыны артрит кезінде буындар мен бұлшық еттердің қабынуына жақсы әсер етеді. Егер сіз зімбірді күнделікті кем дегенде 1 ай бойы қолдансаңыз, жақсы нәтиже бірден байқалуы тиіс. Ол ас қорытуға пайдалы, іш қатудың алдын алады. Оны үнемі пайдаланған соң асқазан ішек аурулары бәсеңдейді. Зімбір ауруды басатын дәрілермен пара-пар. Ішіңіз қатты ауырғанда зімбір шайын ішіп босаңсуға болады. Бал қосылған зімбір тамыры суыққа қарсы иммундық жүйені нығайтады. Ерлер үшін тамырдың мынадай қасиеті пайдалы болмақ: денені тазартады, простата және урогениталды жолдардың жұмысын жақсартады, қан айналымын жақсартады, простатитті емдеуге көмектеседі, ұрық сұйықтығының сапасына оң әсер етеді, бала біту мүмкіндігін арттырады. Енді сіз зімбірдің қаншалықты пайдалы екенін білесіз, осы арқылы денсаулығыңызды одан ары нығайта түсіңіз. Достар, видеоға лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі талай қызықты видеомен бөлісемін.